Технология қарқынды дамып келе жатқан қазіргі әлемде білімде айтарлықтай өзгерістерге ұшырайды. Цифрлық ресурстар оқыту мен оқудың жаңа көкжиектерін ашып отырып, оқу процесінің ажырамас бөлігіне айналады. Бұл әсіресе қазақ тілі мен әдебиеті сияқты пәндерге қатысты. Мұнда заманауи технологияларды қолдану оқушылардың қызығушылығын едәуір арттырып, білім сапасын жақсарта алады. Цифрлық ресурстар қазақ тілі мен әдебиетін оқыту сапасын арттыруға үлкен мүмкіндіктер ашады. Олар интерактивті және динамикалық ортаны құруға, оқушылардың ынтасын арттыруға, маңызды дағдыларды дамытуға және әртүрлі білім беру материалдарына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Мен Жамбыл облысы Сарысу ауданы Ақтоғай орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Нашербаева Гүлжан Мұсахметовна. Педагогикалық идеяның тақырыбы қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында цифрлық ресурстарды пайдалану. Педагогикалық идеяның мақсаты қазақ тілі мен әдебиетін оқытуда цифрлық ресурстарды пайдаланудың маңыздылығын ашу, сондай-ақ оқушылардың оқу сапасын арттыру және оларды тарту үшін ұсынатын мүмкіндіктерді көрсету. Мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді орындау қажет. Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың қазіргі жағдайын талдау, дәстүрлі оқыту әдістеріне шолу, мұғалім мен оқушылардың алдында тұрған негізгі проблемалар мен қиындықтарды анықтау. Қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында цифрлық ресурстарды пайдаланудың мынандай артықшылықтары бар. Оқушылардың ынтасы артады, интерактивті және динамикалық білім беру ортасы құрады, коммуникативтік дағдыларды, сыни ойлауды, шығармашылық қабілеттері дамиды, білім беру материалдарының қолжетімділігі мен әртүрлілігі пайда болады, оқытуда даралау және әр оқушының ерекшеліктерін ескеру мүмкіндігі туатыны анық. Қазақ тілі мен әдебиетін оқытуға арналған цифрлық ресурстардың мынандай түрлері бар. Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың онлайн платформалары, интерактивті оқулықтар мен жұмыс дәптерлері, қазақ әдебиетінің сандық кітапханалары мен мұрағаттары, қазақ мәдениетімен байланысты жерлерге виртуалды экскурсиялар жасау және мультимедиалық материалдар дайындау. Қазақ тілі мен әдебиет сабағында цифрлық ресурстардың мынандай түрін пайдаланған тиімді. Сөйлеуді дамыту ойындары, мысалы әңгіме айтыңыз, ауызша сөйлеу дағдыларын дамыту үшін қолдану. Оқушыларға сурет картасы немесе белгілі бір оқиғаны тудыратын бірнеше карталар ұсынылады. Олардың міндеті дұрыс грамматика мен әртүрлі сөздік қорын қолдана отырып суреттерден әңгіме құрастыру. Ойын, аудио немесе бейне әңгіме жазу мүмкіндігі бар онлайн ойын түрінде жүзеге асуы мүмкін. Және онлайн тесттер, мысалы грамматикалық тест бұл ережелерді білу үшін тексеруге өте тиімді. Оқушыларға бірнеше таңдау сұрақтары немесе ұсыныстағы бос орындарды толтыру тапсырмалары ұсынылады. Тест жауаптардың дұрыстығын автоматты түрде тексеру және ұпай жинау арқылы онлайн формада жүзеге асырылуы мүмкін. Және интерактивті оқулықтар, мысалы қазақ әдебиеті бойынша интерактивті оқулық. Оқулықта шығарманың мазмұнын жақсы түсінуге көмектесетін аудио мәтін, фильмдерде бейнеүзінділер, иллюстрациялар мен суреттер бар мәтіндер болуы мүмкін. Оған интерактивті жаттығулар, тесттер мен ойындар кіруі мүмкін. Олар білімді нығайтуға және мәтінмен жұмыс істеу дағдыларын дамытуға зор ықпал ететіні анық. Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында цифрлық ресурстарды пайдаланудың тағы бір тиімді жолы сандық кітапхананы пайдалану. Қазақ тілі мен қазақ әдебиеті сабағындағы Ерболат Әбікенұлының пәтер іздеп жүредік әңгімесіндегі қоғамдағы әлеуметтік мәселелердің талқылау барысында электрондық сандық кітапхананы пайдалану үшін оқушыларға мынандай тапсырмалар беруге болады. Мәселен, төменде берілген ғылым салалары қандай мәселені зерттейді? Сала мен зерттеу нысанын сәйкестендіру тапсырмасы бойынша оқушылар бос торкөздерге өздеріне сәйкес нұсқаны белгілеу арқылы оқушылар берілген тақырыптардың жауаптарын тексеру арқылы өздерінің ұпайларын көре алады. Және де суреттерге қарау арқылы қайсының әлеуметтік мәселеге қатысы бар, өз ойыңды түйіндеп жаз тапсырмасында жазу барысында берілген тірек сөздерді пайдалана отырып, оқушылар осы тапсырманы орындайды. Және оқушылар орындаған тапсырмаларын
сақтау арқылы мұғалім сабақтан кейінгі уақытта оқушылардың логин арқылы өздерінің жауаптарын тексеріп бағалай алады. Сонымен қатар бұл сандық кітапханада тыңдалу материалы бойынша да оқушылар өздерінің Бірінші, екінші сабақ. 5-ші тапсырма. Әлеуметтік стратификация қоғамның әлеуметтік жіктелуі. Адамзат қоғамы әлеуметтік құрылымы жағынан бір. Осындай аудио мәтінді тыңдау арқылы балалар өздерінің қолындағы ұялы телефонына конспекті жасалады және жазып болған конспектінің соңында сақтау батырмасын басу арқылы оқушылардың жұмысын сабақтан кейінгі тыс уақытта оқушылардың логин арқылы тексеруге зор мүмкіндік туып тұр. Цифрлық ресурстардың мүмкіндіктері өте зор. Бірінші артықшылығы интерактивті элементтер мен динамикалық мазмұнның арқасында оқушылардың пәнді оқуға деген ынтасы артады. Екінші артықшылығы сабақтардың қызықты әрі тартымды ететін интерактивті және динамикалық білім беру ортасын құрады. Үшінші артықшылығы жобалық іс-шаралар мен әртүрлі интерактивті жаттығулар арқылы оқушылардың коммуникативтік дағдыларын, сыни ойлауын және шығармашылық қабілеттерін дамытуға болады. Ал төртінші артықшылығы оқушыларға сандық кітапханалар, мұрағаттар және мультимедиалық ресурстарды қоса алғанда білім беру материалдарының кең ауқымына қол жеткізуге мүмкіндік зор. Қорытындылай келе, қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында цифрлық ресурстарды пайдалану мұғалімдер мен оқушылар үшін тиімдірек және қызықты оқыту үшін кең мүмкіндіктер ашатынын атап өткім